Кетпеннің ортасы неге тесік? Ертеде Жанкент шаһарын ордалы жылан басып, халықты қырады. Қырғаннан әкелі балалы екеуі ғана қашып шығады. Олар ұзақ жүріп бір ағаштың жанына келеді. Қалжырап, саясында мызғымақ болады. Бір кезде ысылдаған дыбысты естиді. Шошып оянса, жыланның бірі ізінен қуып жетіпті. Әкесі қарғып тұрып, жыланға кетпеннің басын тосады. Жылан кетпенді тесіп өтіп, әкесін шағып өлтіреді. Кезек балаға келеді. Ол қойнындағы шелпек нанды тосады. Жылан нанды құрметтеп балаға тиіспейді. Нанның арқасында бала аман қалады. Осыдан кейін адамның нанға деген құрметі артқан екен. Жылан тескен соң кетпеннің ортасы ойық болып қалыпты.